Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз ағылшын тіліндегі мәтіндерді, сөйлемдерді аударып үйренетін боламыз. Мен мысал ретінде мына мәтінді алдым. Мәтінге назар аударамыз. The clown has got flowers, red and blue. Бұл сөйлемді аудару үшін бізге әр сөздің мағынасын білу қажет. Бірінші, the clown дегеніміз клоун деген мағынаны білдіреді. Has got бар болу, flowers гүлдер. Яғни клоунда гүлдер бар деп аударылады. Екінші, red and blue. Red дегеніміз қызыл, and және деген шылауды білдіреді. Blue дегеніміз көк деген мағынаны білдіреді. Яғни клоунда қызыл және көк түсті гүлдер бар деп аударылады. Келесі екінші сөйлем. He is wearing brown trousers, but only one show. Ол wearing дегеніміз кию деген мағынаны білдіреді. Brown қоңыр, trousers шалбар деген мағынаны білдіреді. Ол қоңыр түсті шалбар киіп алған деп аударылады. Келесі, but only one show. But дегеніміз бірақ деген мағынаны білдіреді. Only дегеніміз тек қана деген мағынаны білдіреді. One дегеніміз бір, show дегеніміз аяқ киім дегенді білдіреді. Ал енді сөйлемді құрастырайық. Бірақ тек қана бір аяқ киім. Яғни ол қоңыр түсті шалбар киіп алған, бірақ бір ғана аяқ киім киіп алған. Келесі сөйлем. He is sitting in his house. Sit дегеніміз отыру деген мағынаны білдіреді. In дегеніміз ішінде. His house. His дегеніміз оның деген мағынаны білдіреді. House дегеніміз үй дегенді білдіреді. Ол өзінің үйінің ішінде отыр деп аударылады. Келесі сөйлем. He looks behind a wall. He дегеніміз ол, looks қарау, behind артына, a wall қабырға деп аударылады. Ал енді сөйлемді құрастырып көрейік. Ол қабырғаның артына қарады. Келесі сөйлем. He has scared of a mouse. Ол he дегенді білдіреді. Scared of қорқу, a mouse тышқан деген мағынаны білдіреді. Ол тышқаннан қорқады деп аударылады. Келесі соңғы сөйлем. But it's only small. But дегеніміз жаңа айтып кеттік, бірақ дегенді білдіреді. Only дегеніміз тек қана, small дегеніміз кішкентай деген мағынаны білдіреді. Бірақ ол кішкентай ғана деп аударылады. Ал енді осы мәтіннен үйренген сөздерімізді басынан атап өтейік. Бірінші зат-есімдерге тоқталайық. Clown, клоун, flowers, гүлдер, trousers, шалбар, show, аяқ киім, house, үй, wall, қабырға, mouse, тышқан. Бұның барлығы зат есім болып табылады. Келесі шылауларға тоқталайық. Шылауларды біз сөйлемнен алып тастасақ та, сөйлемдердің мағынасы өзгермейді. Ондай сөздерге міне мынандай сөздер жатады. And және, only тек қана, but бірақ. Ал енді етістіктерге тоқталайық. Has got бар болу, wear кию, sit отыру, look қарау, scare of қорқу деп аударылады. Келесі сын есімдерге тоқталайық. Бұл мәтінде өткен сын есімдер міне мыналар. Red қызыл, blue көк, brown қоңыр, small кішкентай. Міне достар, бүгінге осындай сөздерді үйрендік. Видео сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны сіз дәл осы жерге дейін қарасаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды
ұмытпаңыз.